Сәлем баршаңызға. Бүгін өте нәзік, жұмсақ осетинский пирог жасайтын боламыз. Ол үшін алдымен ашытқы, қант, сүтімізді араластырамыз. 15 минутқа шетке қоя тұрамыз. Сары майымызды ерітеміз. Онға тұзды қосып, ортасын ашамыз. Ашытқы мен сүтті қосамыз, одан кейін сары майымызды қосып, қамырды илейміз. Қолымыз жабыс қалмас үшін май жағамыз. Қамыр өте жұмсақ болады. Ыдысымызды жуып, ішін майлаймыз. Қайтадан қамырды салып, қамырды да майлап, пищевой пленкамен жауып, 1,5 сағатқа қоямыз. Жарты сағат сайын көтерілген қамырды басып отырамыз. Каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Енді үккіштен ірімшігімізді өткіземіз. Піскен картошкамызды езіп, үстінен сары май қосып, екеуін араластырамыз. Үстіне ірімшігімізді қосып, араластырамыз. Қалауынша тұз қосамыз. 3 бөлікке бөлеміз. Видеода көрсетіліп тұрғандай домалақтаймыз. Міне осындай болады. Енді қамырымызды аламыз. Оны 3 бөлікке бөліп, 5 минутқа пищевой пленканың астына қоямыз. Одан кейін біреуін алып, қамырымызды кішкене ғана жаямыз. Ортасына ірімшігіміз, картошка екеуін араласқан шарикті қоямыз. Бүктейміз, видеода көрсетілгендей, одан кейін қамырымыз жаямыз. Қолмен немесе оқтаумен жаюға болады. Противенге май құямыз. Қамырымызды қойып, ортасын ашып қоямыз, ауа өту үшін. Үшеуін де осылай пісіріп шығамыз. Қамырымыздың бетіне май жағамыз. Ол суып қалмас үшін бетіне тарелка қойып, оның үстін жауып қоямыз. Осылай үшеуін пісіріп шығамыз. Өте керемет, нәзік болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіз, лайк басыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.